Қараңыз, мынау суреттер қонақ үйдің я жатақхананың кіреберісі сияқты. Спорт зал, демалыс орны, жеке бөлме. Бұл Норвегияның Хальден қаласындағы гуманизм түрмесі. Хальден түрмесінде темір тор жоқ, есесіне орман ішіндегі демалыс орны іспеттес. Сотталғандардың бөлмесіне мынандай көрініс ашылады. Норвегтер түрменің түрі қорқынышты болмау керек деп санайды. Түрмедегілер күзетшілермен бірге араласып жүре береді. Норвегияда адамның бас бостандығының шектелуінің өзі үлкен жаза деп санайды. Ал адам сотталса да білім алуға, денсаулығын күтуге, спортпен шұғылданып жұмыс істеуге, таза ауада тыныстауға толық хақысы бар деп есептейді. Бұл елде адам қателессе де, жазаланса да бәрібір адам деген философия бар. Сотталғандар мұнда жаңа мамандық меңгеріп жұмыс істейді. Мысалы, мынау түрмедегі көлік жөндейтін жер, ал мынау қолөнер шеберханасы. Норвегиядағы түрмелер адамды жаңа өмірге дайындайды. Сотталғандар бостандыққа механик, ұста, сантехник, аспаз болып шығады. Норвегия тыныш әрі қауіпсіз қоғам құру индексінде 3-ші орында тұр.